45 жыл шам шырағы тұр өрде, дегендей-ақ өткен жолды түгенде. Кеше олар іні еді баршаға, өздеренді аға боп жүр біреуге. Кез қайда асығаты білән ойнаған, доп теуіп тезектері бар байдаған. Апырай түсінбеймін осы неге, мәңгілік бала болып қалмайды адам. Парталас құрбы қайда сыныптағы, дос қайда шұрық төстік шұллықтары. Солармен асыр салып ойнар едім, алдымнан бір шықса ғой күліп тағы. Кеше мен ғашық болған сұлу қайда, жүрегім олжымайса жылынбай ма? Олар маған қайтып жолықпай ма? Басқалар оған енді қырындай ма? Ол кездері бұрылмай ма? Бір нанды көршім қайда бөліп жеген, шырқайтын дастарханда көңіл өлең. Есігін қақпай кіріп тар үйімнің, отыратын едім ой төрінде мен. Өтті ғой өмір деген. Ал қазір сол қызықтың қайда бәрі, ішімді өртеп барады қайғылауы. Сағынады адамдар өткен шағын, қазіргі түрін көрсе айнадағы. Аға боп жүр кешегі ерке ұл бүгін, жары ашып ақ боз үйдің түндігін. Арман қуып ұшқан қызы кешегі, кішілерге жеңге болып жүр бүгін. Өзі бата алған кеше үлкеннен, аға болып орын тапты ұл төрден. Кеше олар туған жердің төсінде шалқар жақтан балалықпен гүлтерген. Әндер қандай әлі жұрттар біледі, гитарада айтылатын үнемі, сол әнменен шаттанатын ару жүз, жастықпенен албырайтын ұл өңі. Есейді сосын жылдар жылжып өтпекті, артқа тастап балалықты мектепті. Ал сонан соң бір кездегі балаң ұл мен қызға өздері әке боп кетті. Тағда бір ашылсын сыр сандығы, мектеп жақта балалықтың қалдыны, сабақ берген ұстаздардың кешегі, бірі ортада өмірде жоқ ал бірі. Жастық шақта ештеңе жоқ бөгердей, қалмап еді сезімдері еленбей. Елеңдейді кей жігіттің жүрегі, кешегі қыз қандай бопты дегендей. Құрдас дейді, деме уақыт тапшы ғой, жиналып ап айтайықшы жақсы ғой. Кездесті міне 45 жылдық түлектер, той болғаны жақсы ғой. Біздің класс Шалқар қаласындағы Жангелдин мектебінің түлектері 45 жылдықты тойлап жатыр. 45 көктем, 45 жаз өтті. Өмірдің тоңдырғанда, жылытқанда тұстар болды. Біздің алғашқы ұстаздарымыз Ізбаева Жайшылық Кенжеғали қызы, Бабанова Тұрсын Аймағамбет қызының, орыс тілінен сабақ берген Дәрібаева Айман Қыдыралы қызы, тарихтан Ермағамбетов Жақсылық Қуанышұлы, Низамуддинова Айынжамал Мүбәракша қызы, физикадан Мұрзағұлова Ұштап Әли қызы, еңбектен сабақ берген Әлиясқарова Айсұлу Нұрғожа қызының еңбектері өлшеусіз. Әр қайсымыздың жүрегімізге жақын, көңілімізге үміт, арманымызға қанат бітірген осындай жастық шаққа қайта оралу үшін 45 жыл бұрын Алтынұя мектебіміз аяулы ұстаздарымызбен қимай қоштасқан кластас достар бүгін бас қостық. 45 жылды артқа тастаған сағынышты көңілден жусаны бұрқыраған Шалқар жерінде қайта оралмас сағымға айналған мектеп өмірінің бақытты шақтарын еске түсіріп, қызығы мен шыжығы көп сәттерге бір оралайықшы. Я, ол кезде бәрі
басқаша еді. Егер біз туралы бала пейілмен айтар болса, біздер қай жағынан да мықты класс болдық. Оқуда озат, қоғамдық іске белсенді, ұйымшыл, әсіресе вечер жасағанда. Жігіттер, бүгін вечер жасаймыз. Бірақ ағай апайлар біліп қалмасын. Ой, бүгін жігіттер вечер жасап жатыр. Тезірек жуынып, шайынып дайындалайын. Так, вечерді кімнің үйіне жасаймыз? Закарин Әлижанның үйіне ме? Әлде Куляров Мишканың үйіне ме? Мә, балдар, Түркістаннан тележкамен келе жатқан Теміржанды қараңдар. Тимошка ер екен, ей, сабазым, бізді сағынғаны сонша қалай да жетті-ау. Бұл әзілдерді тек біздің класс қана түсінеді. Әр түлектің өмірі бір дастан. Әзілқой кластас, күлегеш құрбымызды шашынан тартып, сабақ үстінде күлдіріп, мұғалімнен сөз естіген күндері ай. Сол сәттегі шыжығы көп күнде бүгін біз үшін қызық боп тұр ғой. Математика сабағында бақылауды бірінші шығарып, бір-бірімізден көшіргенде ренжімейтін ақ көңілділік тек сол бала достарға ғана тән боп көрінетіндей. Кешегі түлектер бүгін әр салада қызмет етуде. Ұлдары бір-бір шаңырақтың иесі, қыздары бір-бір шаңырақтың киесі атанды. Ата әжеге айналып, қыз ұзатып, келін түсіріп, құда-құдағида болдық. Өмір мектебінде де жақсы шәкірт атанудамыз. Бүгін сол қуанышты бөлісу үшін бас қостық. Ал енді аман есен 50 жылдық мерейтойда қауышайық, армандастар, құрдастар. Класстас достарға деген құрметпен бейнебаянды жасаған Көшембаева Гүлмереке Науашқызы.